Кемпір қосақ неден пайда болған? Нұқтың кемесі Қазғұртқа тоқтаған соң бүкіл жанды мақұлық сыртқа шығып көңілдері жайланды. Пайғамбар үш ұлымен бірге жерге қазы құрып жаңа қоныстың іргесін қалап жатқан. Bir кезде жаңбыр жауып кетті. Нұх пайғамбар топан суы тағы басталып кете ме деп қорқып кетіп Тәңірге жалбарынды. Сол сәтте Құдай тағаладан әуез келіп: "Ей Нұх, басыңдағы сәлдеңді алып көкке қарай лақтыр, не болғанын көресің" деді. Нұх дереу сәлдесін шешіп алып аспанға атып жіберді. Сол-ақ екен, сәлдесі көкжиекке барып асылып тұра қалды. Күннің жарқын сәулесі мен су тамшыларынан керемет түстерге боялып құбылды. Қызыл, сары, жасыл, көк, күлгін түстермен көз арбады. Нұх мына ғажап көріністен көз айыра алмады. Жаратқан тағы да бір сыр шертті. "Ей Нұх, бұл бір мөрлік келісім болсын. Енді бұдан былай топан суы баспайды. Жаңбыр қанша жауып нөсер қанша құйса да аяғында тоқтайды. Ұрпағың мен қауымың мынаны білсін: көк жүзінде кемпір қосақ керілсе, жауынның толастағанның белгісі" деген екен. Содан бастап адамдар жаңбырдың тоқтағанын кемпір қосаққа қарап біледі екен.